Так, Samsung холодильник. Асты істемей қалған. Вообще істемей қалған, полный. Сосын бір холодильщик келген. Холодильщик деген жаңа өзенің холодильщигі. Мына заводской фильтр. Заводской фильтрін ауыстырмаған. Тек френ құйған, кетіп қалған. Заводской фильтр. Фильтр ауыстыру керек обязательно. Так, холодильнигіміздің фильтрін ауыстырдық. Новый фильтр, ескісі жатыр. Жалпы любой кезде холодильник ремонт жасаған кезде фильтр ауыстыру керек. Сосын вентилятор істемей тұр екен ішкі, соны да істедік. Жалпы диагностика істеген кезде барлығын қарап шығу керек. Себебі ол тек қана френнен болмайды, басқа да нелері, запчастары бар, кетеді. Сол себепті бір-біріне зависим ғой бәрі. Полный френ болса да, ішіне вентилятор істемесе де сондай болады. Жалпы осындай кейбір нәрселерді біліп отырсаңдар болады видеодан. Элементарный нәрселер. Любой холодильщик келсе үйіңізге осы нәрселерді қадағалап отырсаңыз болады. Фильтр ауыстыру деген сияқты. Элементарный нәрселер олар. Любой адам білу мүмкін. Сол каберсі френ қоямыз. Вакуумет етіп. Соны жасағанын көреміз. Так, 10 минут вакуумет етеміз. Минуттан кейін френ қоямыз, иншалла. Так, фильтр ауысты, френ құйылды. Ішіне су салып тексеруге қойып баратырық. Су салып баратырық. Тексеру үшін кешке дейін тұрады енді берсі.